Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Балалар, сендерге тәжірибе жасаған ұнай ма? Иә. Онда бүгін тәжірибе жасайтын боламыз, балалар. Тәжірибенің бастамас бұрын мен сендерге жұмбақ жасырамын. Өзі ашы, дәмді еттер асты. Ол не, балалар? Тұз. Әрине, балалар, тұз екен, балалар. Онда бүгін біз ғажайып тұз туралы өтетін боламыз, тәжірибе жасайтын боламыз. Балалар, тәжірибе жасамас бұрын біз қауіпсіздік ережесін еске түсірейік, балалар. Не істейміз, балалар? Көзімізді қолмен ұстамаймыз, аузымызға тұзды апармаймыз, балалар? Жақсы. Онда бүгін біз тәжірибеге керекті құрал жабдықтарды таныс болайық, қане есімізге түсірейік. Не бірінші бізде? Ұлғайтқыш. Ұлғайтқыш, әйнек, қасық, қысқыш. Дұрыс. Жақсы, балалар, сендердің алдарында тәрелке тұр, осы тәрелкеге бір ас қасық тұзын саламыз, қане. Осы тұзымызға қазір зерттеу жасаймыз, балалар, ұлғайтқышты алыңдар. Зерттеп көрейік тұзымызды. Балалар, тұзымыз не тәрізді екен? Қиыршық. Дұрыс, балалар, тұзымыз қиыршық тәрізді екен. Жақсы, құралдарды орнына қоямыз. Балалар, менің кәне алдарындағы стакандарды алыңдар. Иіскеп көрейікші тұзымызды. Иісі бар ма? Жоқ. Түсі қандай екен? Ақ. Дәмі қандай? Ашты. Дұрыс, балалар, ашты екен, Менің алдымда міне 2 стаканда су тұр, балалар. Екеуі де таза мөлдір су. Осы суға қазір мен бір қасықтап тұз салып көрейік. Тәжірибе жасаймыз, балалар? Иә. Суымызды араластырайық. Ерісін тұзымыз, Иә. Ермек. Жақсы. Балалар, алдымызда не тұрған? Картоп. Дұрыс, картоп екен. Кәне, тұзды суға картопымызды айару салып көрсін. Не істеді, балалар, картопымыз тұзды суда? Бетінде қалқып тұр екен, қалқып тұр екен. Ал жай суға қазір іңкәр салып көрсін картопымызды. Не істеді картопымыз? Батып кетті. Дұрыс, жай суда картоп не істейді екен? Батып кетті. Батып кетеді екен, балалар. Тұзды суда әрқашанда не істейді? Салған заттарымыз үстіне қалқып шығады екен, балалар. Бұл тәжірибе қалқымалы картоп деп аталады. Балалар, сендерге тәжірибе ұнады ма? Иә. Жақсы, рахмет сендерге.